Сәлем достар, бүгін біз осындай рогалики дайындаймыз. Рогалики өте күшті болып көтеріледі, өте дәмді болып шығады. Жақындарыңызға істеп көріңіздер. Енді біз ыдысымызға сахар саламыз. Сахардың үстіне бір дана жұмыртқаны саламыз. Және жұмыртқадан кейін салқын біз сметанамызды саламыз. Біздің сметанамыз салқын болу керек. Мен сметана қолдандым. Қалаңызша кефир салуға да болады, йогурт салуға болады. Және біз сметаның үстіне сары майымызды саламыз және тұз саламыз. Тұзды кішкентай ғана салуға да болады, салмай қоюға да болады. Осылай венчикпен араластырамыз. Миксермен мен әлі істеп көрмедім, бірақ та венчикпен істегенде өте күшті шықты біздің тестамыз. Енді разрыхитель саламыз. Разрыхительді өсеп салғаннан кейін өсеп венчикпен араластырып шығамыз. Бір қалыпта масса шыққанша араластыра береміз. Енді біз електен өткізілген ұнымызды саламыз. Барлық електен өткізілген ұнды салып болғаннан кейін осылайынан тағы да венчикпен араластырып шығамыз. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды, себебі әркімде ұн әртүрлі. Сол себепті ұнымызды 3-4-ке бөліп, жаймен салып араластыра береміз. Осылай қоюлана бастағанда біз енді лопаткамен араластырамыз. Осылайынан барлық шетін қырып араластырып шығамыз. Соңында қолмен илеп шығамыз. Жақсылап мен 330 грамм ұнмен илеп шықтым. Әркімде ұн әртүрлі болғандықтан плюс-минус болуы мүмкін. Енді біз қамырымызды иін қандырып илеп болғаннан кейін өсеп 4-ке бөлеміз. Әркім өзің рогаликі үлкен болған қаласа, сол бойында жая беруге болады. Мен кішкентай болған қалағандықтан 4-ке бөлдім және осылайынан домалатып шықтым. Біз осы уақытта пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста қызып тұру керек. Осылай 4-ке бөлген қамырларымыздың барлығын жайып шығамыз. Біз астына ұн сеуіміз керек, онда біздің коврикке жабысып қалады. Өсеп асты үстіне барлық жеріне ұн сеуіп, жұқа қылып жайып шығамыз. Мен жайған кезде қамырымның қалыңдығы 3 мм. Осылайынан жұқа қылып жайып шығамыз және 8 бөлікке бөлеміз. Теңдей 8 бөлікке бөлгеннен кейін ішіне өз қалауыңызша варенье салсаңыз болады, вареная сгущенка салсаңыз болады, немесе былай өзін пісіруге де болады. Мен вареная сгущенканы ұнатқандықтан вареная сгущенканы салдым. Осылайынан біз начинкасын салғаннан кейін осылайынан шеттерін қатты басып шығамыз және сол жерінен бастап ораймыз. Формасын әдемілеп, осылайынан барлығын істеп шығамыз және біткен жерін төменгі жағына қоямыз. 8 бөлікке бөлген барлық рогаликімізді барлығын істеп шығамыз. Начинкасына шоколадты салуға болады, корицаны да салуға болады. Енді пергамент қағазымыздың үстіне жаңағы рогаликіміздің бүгілген жерін астына қаратып, барлығын қойып шығамыз. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Мен илеген қамырымнан 32 штук рогалики шықты. Осындай золотистый цвет болғанша пісіреміз. Беті осындай күшті болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.